Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге көрікті әрі дәмді, тез арада дайын болатын салаттың рецептісін ұсынамын. Ол үшін ең алдымен өздеріңіз көріп отырғандай, керекті азық-түліктердің барлығын төмендегі описаниеге мөлшерімен жазып қоямын. Салатты жасау көп уақыттарыңызды алмайды, әрі өте дәмді шығады. Өздеріңізде жасап көріңіздер. Сіздерге кеңес беремін. Ол үшін ең алдымен тарелкаға туралған тауық етін жайып шығып, үстіне майонезімізді жағамыз. Келесі кезекте консервідегі тұздалған қозықұйрығымызды үстіне орналастырамыз. Қозықұйрықтың үстіне де майонез жағып шығу керек. Үстіне тағы да майонезді жағып шығамыз да, үшінші кезекте консервідегі жүгеріні қосамыз. Жүгерінің үстінен де майонез жағып шығу керек. Майонез біркелкі жағылып шыққаннан кейін, оның үстіне жұмыртқаның ағын үкіштен өткізіп, үстіне сеуіп шығамыз. Жұмыртқаның ағынан кейін тағы да майонез. Келесі кезекте жұмыртқаның сарысы. Осылай салатымыз дайын болып қалады. Оны ең соңында әсемдеу үшін біз чипсы қолданамыз. Чипсыды осы видеода көрсетілгенде қылып, үстін безендіріңіздер. Сол кезде салатыңыз әдемі көрікті болады. Бұл салат ересектерге де және балаларға да ұнайды. Өздеріңізде дайындап көріңіздер.